Сәлем достар, Осман телехикаясында Бала Хатунның рөлін сомдаған Өзге Төрер туралы айтамыз. Сондықтан лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Өзге Төрер 1998 жылы 16 тамызда Ыстанбұлда өмірге келген. 2017-2018 оқу жылында Мугла қаласындағы Ситка Кочман университетінің сахналық өнер факультетінде оқуын бастады. Ол атқа мініп суға жүзгенді ұнатады. 2019 жылдың қыркүйегінде Осман сериалының кастингіне қатысып, Осман Газидің рөлін сомдаған Бурак Ушбиттің серіктесі ретінде Бала Хатунның рөліне таңдап алынды. Өзгенің сұлулығы мен парасаттылығы сериал продюсерлеріне ұнаған екен. Ол сериалда 1280 жылы Осман империясының негізін қалаған Осман Газидің бірінші әйелі, екінші сұлтан Орхан Газидің анасы, діни ғұлама шейх Идебалидің қызының рөлін сомдады. Бұл сериалға дейін жас актриса телешоулар мен фильмдердің түсіріліміне мүлдем қатыспаған. Осман телехикаясының арқасында актриса өз елінде ғана емес, шетелде де танымалдыққа ие болды. 2021 жылы Кристиялық бал марапаттау рәсімінде жылдың үздік актрисасы номинациясын иеленді. Оның инстаграмдағы парақшасында 2 миллионға жуық оқырманы бар. Парақшасын үзбей жүргізіп отырады. Қазіргі уақытта актриса туралы түрік баспасөздерінде берілген мәлімет саны аз, бірақ көп ұзамай ол түрік киносының танымал актрисаларының біріне айналатындығы даусыз. Достар, Өзге Төрердің қысқадан нұсқа тарихы осындай. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және арнаға тіркеліп қойыңыздар.